Так, міне мына бір күрделі есепті, кішкене күрделірек есеп. Бұны алгебраның негізгі теоремасында 4-ші дәрежелі теңдеу, яғни 4-1 болу керек. Солай емес пе? Оның бір түбірі берілген міне 2, бір түбірі берілген міне мынау бір жақша міне. Былайша айтқанда мынаның түгелі тең z плюс 2 плюс i деп көбейтілген басқа жақшалар. Бір жақшасы берілген. Значит, мынадан қарап бір түбірі неше бұның бірінші түбірі? Мынадан түбірін айтып берші теңдеудің. z1 неге тең? Минус 2 минус i. Я минус 2 минус i. Енді біз білеміз қараңдар, балалар, комплекс санның түбірі, бір теңдеудің түбірі комплекс сан болатын болса, онда оның екінші түбірін айта аламыз автоматически. Қалай ол екінші түбірі? Оның түйіндесі. Дұрыс, оның түйіндесі оның екінші түбірі. Минус 2 плюс i бұның түбірі уже. Яғни міне нәуірді жіктеу барысында, мынаны жіктеу барысында. Бірінші жақша z плюс 2 плюс i болатын болса, екінші жақша z қазір қарайын, плюс 2 минус i болады. Міне нәуірді өзгертіп саласыз бұрысына. Екіншінің i-ның алдындағы таңбаны. Міне z бар, енді мұн жақта бір тағы да жақша, мұнда бір квадрат үшмүше болу керек. Солай емес пе? Осы квадрат үшмүшені тауып алсақ, біз оны бірден квадрат теңдеу шеше аламыз ғой оп-оңай. Біз шығара салушы едік. Бірінші давайте біз мына екеуін көбейтіп алайық, одан кейін барып мынаған бөлейік. Түсіндің бе? z плюс 2 плюс i-ды көбейтеміз z плюс 2 минус i-ға. Ал көбейте бер. Көбейте бер. Z квадрат қосу 2z минус zi қосу 2z қосу 4 минус i квадрат. 2i емес па? 2i квадрат. 2i просто. Минус 2i. 2i-ді көбейтесің. iz қосу 2i минус i квадрат. Бір ғой да, i квадрат дегеніміз. Так, нелер қысқарады? Минус zi плюс zi. Так, минус 2i плюс 2i. Қысқарып кетті ме? Как раз i-сызақ z квадрат плюс 2z, 2z 4z. 4z плюс 5. Ол енді мынаған бөлейік. z-тің 4 дәрежесі плюс 4z куб плюс 8z квадрат плюс 12z плюс 15 несен z квадрат плюс 4z плюс 5-ке бөл ал. Нешеден береміз? Көріп тұрған шығар енді. z квадрат, z квадрат 4z куб қосу 5z квадрат. Алып тастасақ. Сонда қалады 3z квадрат қосу 12z қосу 15. Сосын 3-ке көбейтеміз 3z квадрат қосу 12z қосу 15. Қалдықсыз бөліну керек балалар. Қалдықсыз бөліну, значит біз есепті дұрыс шығып келе жатырмыз деген. Значит мен бірінші, екінші жақшастыр, үшінші жақшаның орнына бағана мына жерде квадрат үшмүше деп айттық. Бұл уже білдіп алдық, ол бізде z квадрат плюс 3 екен. Енді z квадрат плюс 3-тің түбірлері қандай мына? Z квадрат плюс 3-ті нөлге теңестірсек не болды ол? Z квадрат тең минус 3 z квадрат. Z тең түбір астында 3i, сосын z тең минус түбір астында 3i. Солай емес пе? 4-ші дәрежелі теңдеудің жауабына 4-еуіне жазасыңдар балалар. Бізде есепте теңдеуді шеш деп тұр. Теңдеуді шеш дегенде есептің жауаптарын жазып қоясыңдар. Z1 минус 2 минус i. Z2 минус 2 плюс i. Мынаның түйіндесі. Z3 түбір астында 3i, Z4 оның түйіндесі минус түбір астында 3i.